кітап көрмесіндегі менің тағы бір табысым Марфу пресс деп аталатын баспаның өнімі жақында ғана беттерінде және әлеуметтік желіде өздеріңіз көрдіңіздер, естідіңіздер деп ойлаймын. Абай жолының цензураға қалып қойған ежелгі түпнұсқасы басылып шыққан болатын осы баспа тарапынан. Бұл Марфуға Шафиян ханымның баспасы. Ол кісі діндар қауымға әсіресе белгілі танымал журналист. Бүгін осы кітапты сол көрмеде сатып алдым. Міне бұл кітаптың цензурадан өтпей қалған жері, толықтырылған нұсқасы Зейнолла Қабыловқа аманатталған туралы студент күнінде естіген тұғым. Сосын Астана қаласына жұмысқа келген кезінде Астана мешіттерінің бірінде, яғни Сәдуақас Қажы Хаммани мешітінде жұмыс жасайтын Бақыт ата деген сол мешітте ұстаз болып жүрді. Кісілерге ем-дом жасап жүрді. Сол Зейнолла Қабыловтың ұлы. Сол кісіден сұраған бұл кітап туралы, бұл қайда екені туралы. Ол кезде Зейнолла Қабылов болып кеткен шағы. Сол кезде ол кісі мен білмеймін, бірақ сондай деп естіген, ол нәрседен хабарым бар. Бірақ ол кітаптың аталмыш нұсқасы архивке кеткен болып біліп, ол кісі өмірінің соңында бүкіл қазынасын жиған берген архивке өткізді деп айтқан еді. Міне осы архивтен алып, Марфу қарындасымыздың еңбегі жарық көріп оқырман қауымға жөнеліп отыр. Мен бұны өзімнің шығармашылық ізденісіме байланысты сатып алдым. Бұйырса алдағы уақытта оны реті келген кезде оқи жатарсыздар. Бұл кітап мен үшін сонысын құтты, сол үшін арнап сатып алдым. Және Марфуға ханымға бүгінгі қазақ баспагерлігі және баспа ісі туралы берген ақыл кеңестері үшін алғысымды білдіремін. Рахмет сізге, сіз өркендей берсін. Бұл баспадан тағы 2 кітап сатып алдым. Дұрыс тамақтану әдісіне қатысты кітап. Бұл кітапта өте құнды кітап, құнды дүниелер қамтылған, рецептер қарастырсаңыздар болады. Бұл кітап баспада да жақсы дүниелер, жақсы мазмұндар, сіздің дүниелеріңіз табылады.